Сағыныш қалды көзімде. Осындай атаумен атыраулық ақын халықаралық шабыт фестивалінің гран-при иегері Бақытгүл Бабаштың шығармашылық кеші өтті. Поэзия тойына зиялы қауым өкілдері мен ақынның қаламгер замандастары, сондай-ақ оқырмандары қатысты. Актерлер ақын өлеңдерінен сахналық көріністер қойып, жиналған халыққа ерекше көңіл-күй сыйлады. Біртуар тұлға Фариза Оңғарсынованың өзі өнерін бағалаған, биікке көтерген ақын қыз осымен екінші мәрте шығармашылық кешін өткізді. 300-ге жуық өлең мен 2 кітаптың авторы Бақытгүл Бабаш оқырмандарына арнап тосын сый әзірлеп жатқанын айтты. Мақаласына орай соңғы жылдары біздің Атырауда көптеген үлгілі, өнегелі шаралар жүзеге асты. Ақжайық ағайдың, шежірелі жолыңда ізі қалды талайдың, қарсала бер артаңда азаттықтың арайын. Жаралмаса да құдірет, ұстар уақытты, сенге төгілсем өскен адамның бәрі